Ассалаумағалейкум құрметті достар, рухфайтингте Қазақстанға танымал блогерлердің көбісі төбелесті, және де қайсы бойлар сіздерге қызық болды, барлығын қазір сіздерге айтамын. Ал сіздер тиісінше қайсы бой сіздерге керемет және де қайсын асыға күтесіз, соны міндетті түрде комментарийға жазыңыз. Және де осы мен ютубыма лайк басып, комментарий жазып, жаңағыдай подписаться етуді ұмытпаңыздар. Пресс-конференция болатын күні мен Алматыға өкінішке қарай бара алмадым, бірақ бой болатын күні бардым. Мен ойлаған барлық блогерлермен жаңағыдай сұхбат алып, видео түсіремін деп. Өкінішке орай ол жаққа кіре алмай қалдық, списокте болмасаң кіре алмайсыңдар. Бірақ кіммен кім шыққандарын сіздерге айтып берейін. Ал сіздер қайсы бойда асыға күтетіндеріңізді міндетті түрде комментарий жазыңыздар, жарай ма? Бірінші бізде білесіздер, Алпамыс пен Дики Данияр Дарабоз екеуі тиктокта кәдімгідей аудитория жинап, бой қашан, пресс-конференция қашан, жаңағындай көп аудитория жинап, көп қызығушылық тудырған бойлардың бірі болды. Жаңағындай барлықтарыңыз асыға күткен. Ол бой болды. Алпамыс пен Дики Данияр Дарабоз төбелесті, пресс-конференциясы болды. Және де бұл бойда Алпамыс та, Дики Данияр Дарабоз да осал емес. Бірінші бой бізде осы болды. Сіздер қайсы бойды асыға күтетіңізді қазір комментарий жазыңыз. Бізде екінші өздеріңіз білетіндер Мапох, Мейрамбекпен, Исамен, және де Дики Данияр Дарабозбен, Алпамыстың қарсыласы, кешегі Алпамыстың қарсыласымен Мапох қырғызстандық жігітпен шықты. Міне осы. Бұл бойда өте жоғары деңгейде өтті. Және де үшінші бой өздеріңіз білесіздер, қазір тиктокта, инстаграмда хит боп жаңағыдай видеолар тарап кетті. Және де өкінішке орай бір спортшы мұрнынан зақым алды. Ол бізде Ақтілек бауырымыз және де Тикош бауырымыздың екеуінің төбелесі. Кішігірім міне видео обзоры. Құрметті достар, осы бой ММА мен емес, тек қана кулачкамен өткен, қолмен төбелеседі. Бұл бойда Ақтілек те, Тикош та екеуі кәдімгідей жігітше төбелескен. Екеуінің де беттерін жаңа видеода көрген болсаңыздар, кәдімгідей зақымдар келген. Және де төртінші бой бізде Мейрамбектің, ассалаумағалейкум дейтін Мейрамбектің қарсыласы болған Зарифхан бауырымыз танисыздар. Сол Зарифханнан мен сұраған кезде, мен сол қазақ фильмі айналасында тұрған кезде, мен кіре алмай тұрған кезде барлық спортшылар келген болатын. Сол кезде Зарифхан келді, Физрук келді, барлық танымал блогерлер келді. Зарифханнан сұрағанда кіммен шығасың дегенде Біржанмен төбелеседі екен. Біржан деген білесіздер, Олег Монгол, Россияның төбелесетін бар ғой блогері. Сонымен шыққан жігіт деп ойлап отырмын. Сол жігітпен төбелескен Зарифхан. Және де біздерде ол жақта Бексұлтан білесіздер, Апачи киноға түскенше, білесіз, пацанский история. Сосын Мариф Пираев және де RFC, Рухфайтинг чемпионшип бар ғой, соның жүргізушісі бар ғой, Василий Тақтаев. Сол Мариф Пираевпен жол жаңағыдай достық төбелес. Оның бойында көбісі асыға күтеді. Қазір Инстаграм, тикток желісінде өте танымал болып жатыр. Және де төбелескен адамдар мен білетін ақпарат, міне осымен осы шықты деген ақпарат соларда. Өкінішке орай кіре алмай қалдым, сондықтан көп ақпарат білмеймін. Бірақ бойға Апачи, Бексұлтан, Физрук және де көптеген кім бар еді, тағы да танымал блогерлердің көбісі шыққан. Сізге қайсы бой өте қызық, қайсы бойды асыға күтесіз, міндетті түрде мына комментарий бар ютубта, соған жазыңыз. Және де келесіде кіммен кім төбелескенін қалайсыз, оны да комментарийға жазыңыз. Баршаңызға рахмет. Тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум. Көз мұң жағын қолыңдағы үмітіндей езілікті мені сүйген